Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Нәзира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Намаз. Аллахты танып білуден кейінгі ең маңызды парыз намаз. Аллах елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, саллаллаху алейхи уассалам, миғраж түні адамзатқа алып келген ұлық сыйлығы. Балиғат жасқа жеткен, ақылы толысқан әрбір мұсылманға күн сайын 5 уақыт намаз оқу парыз. Құран кәрімнің көптеген жерінде намаз оқыңдар деп намаздың өте маңызды парыз екендігін айрықша білдірген. Аллах тағала Құран кәрімде: «Уа Мұхаммед, саған уахи етілген кітапты оқып, намазды орында, күдіксіз намаз арсыздық пен жамандықтан тыяды». Анкабут сүресі 45 аят. Намазды толық оқыңдар. Хаж сүресі 78 аят. Расында намаз белгіленген арнайы уақыттарда парыз етіледі. Ниса сүресі 103 аят дейді. Намаз хижраттан 1,5 жыл бұрын миғраж түні парыз болған. Әннас радиаллаху анху жеткізген бір хадисте, миғраж түнінде Хазіреті пайғамбарға 50 уақыт парыз етілген. Кейін азайтып 5-ке түсірді. Сол кезде Аллах тағала: «Уа Мұхаммед, менің сөзім өзгермес, 5 уақыт намазда сен үшін 50 уақыт намаздың сауабы бар» деп бұйырған. Омардан радиаллаху анху риуаят етілген хадисте бір кісі келіп: «Уа Расулаллах, исламда Аллах тағаланың ең жақсы көретін амалы қандай?» деп сұрайды. Ол, саллаллаху алейхи уассалам, Алланың игілігімен сәлемі болсын, уақытында оқылған намаз. Себебі намаз діннің тірегі, намазы жоқтың діні жоқ деп жауап береді. Намаз Аллах пен құл арасындағы байланыс негізі. Намаз иманымыздың, құлдығымыздың нышаны. Намаздың парыздары. Намаздың 12 парызы бар. Бұлардың 6-ы намаздың ішінде, 6-ы сыртында. Сыртқы парыздар намаз басталмас бұрын орындалады, ал ішкі парыздар намазға тұрғанда орындалуы тиіс. Сыртқы парыздар: хаддастан тазалық, нәжістерден тазалану, әурет жерлерін шабу, құблаға бет бұру, уақыт, ниет. Ішкі парыздар: ифтитах тәкбірі, Аллаху әкбар тәкбір айту, қиям, қырағат, Құран оқу, рүкух, сәжде, ақырғы отырыс. Намазды бұзатын нәрселер. Ешқандай себепсіз намаздың сыртқы, ішкі парыздарынан біреуін немесе одан көбін орындамау. Намазда сөйлеу. Намазда біреуге сәлем беру немесе өзгенің сәлемін алу. Намазға қатысы жоқ іс-әрекет жасау. Намаз оқып тұрған адамның намаз оқып оқымағаны жайлы сырттан қараған адам күмән келтіретіндей көп іс-әрекеттер жасау. Мысалы, бір рәкаттың ішінде бір жерін 3 мәрте қайталап қасыса, себепсіз қатарынан тоқтамай 3 қадам басса, намаз бұзылады. Намазда ішіп жеу. Тістің арасында қалған ноқаттың дәнінен үлкен нәрсені намазда жұтса, намаз бұзылады. Одан кіші болса бұзылмайды. Құбладан басқа жаққа кеудесімен бұрылу, әурет жерінің ашылуы. Ханафи мазхабында әурет жер болып саналатын мүшенің 4-тен 1-і ашылса, намаз бұзылады. Дауыстап күлу. Жанындағы адам еститіндей етіп күлу намаз бен дәретті бұзады. Ал тек өзі еститіндей дыбыс шығарса, намазы бұзылып, дәреті бұзылмайды. Ақылынан адасу, талып қалу. Намаз ниетін ауыстыру. Оқып жатқан намаздан басқа намазға ниет етсе, әріптері белгілі болатындай ах, ух деу. Намаз кестесі. Балиғат жасына жеткен әрбір саналы мұсылман ер кісі мен әйел адамға күніне 5 уақыт намаз оқу парыз. Егер намаздың уақыты кірсе, ол намаз қашан оқылғанға дейін кісіге парыз болып тұра береді. 5 уақыт намаз төменде көрсетілгендей, оның 17 рәкаты парыз, 3 рәкаты уәжіп, 12 рәкаты сүннет болып саналады екен. Міне қарап отырыңыздар. Бамдат намазы алғашқы 2 рәкат сүннеті, одан кейін 2 рәкат
парыз оқылады екен. Бас аяғы 4 рәкат. 5 намазы 4 рәкат алғашқы сүннет, одан кейін 4 рәкат парызды оқиды екенсіздер. Одан кейін соңғы 2 рәкат сүннет. Бас аяғы 10 рәкат болады. Екінді намазы 4 рәкат парыз. Барлығы 4 рәкат. Ақшам намазы 3 рәкат парыз, 2 рәкат соңғы сүннет. Бас аяғы 5 рәкат. Құптан намазы 4 рәкат парыз, 2 рәкат сүннет, 3 рәкат үтір намазы, бас аяғы 9 рәкағат екен. Екінтінің алдында 4, құптанның алдында 4 сауабы мол, бекітілмеген сүннет бар. Міне, айтып тұр, екінтінің алдында 4 рәкат, одан кейін құптанның алдында 4 рәкат, бекітілмеген сауабы мол сүннет бар екен. Осы кітапта жазылған екен. Намаздың алғашқы уақыты Аллахтың разылығын, ортаңғы уақыты Аллахтың мейірімін, соңғы уақыты Аллахтың кешірімін алуға себепкер болады. Хадис. Жалпы, бамдат намазының 2 рәкат парызы менің YouTube каналымда жазылған болатын. 2 рәкат сүннеті қалай оқылатынын қазір оқып өтейік. 5 уақыт намаздың оқылу үлгісі. Бамдат намазы намаз толық болу үшін парыз, уәжіп сүннеттерін ретті, кемшіліксіз орындалғаны дұрыс. Бамдат намазы 4 рәкаттан тұрады. 2 рәкат сүннет, 2 рәкат парыз. Бамдат намазының 2 рәкат сүннеті. Уақыт кірісімен дәрет алып дайындық жасаймыз. Жүзімізді құблаға қаратып, бамдат намазының 2 рәкат сүннетін оқуға ниет етеміз. Ниет. Бамдат намазының 2 рәкат сүннетін оқуға ниет еттім деп іштей айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. Одан кейін тәкбір. 2 алақанын құблаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар тәкбір айтады. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Сонан соң қатарымен төмендегілер оқылады. Субханака. Субханака Аллахума ва бихамдика ва табарака сумукка ва таала жадукка ва ла илаха гайрук. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина анғамта алейхим ғайрил мағдуби алейхим валаддалин. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, валам юлад, валам якуллаху куфуан ахад. Одан кейін рүкухке барады. Аллаху акбар деп рүкухке барады. Рүкух кезінде Субхана раби алазим, Субхана раби алазим, Субхана раби алазим деп 3 мәрте тәсбих айтады. Рүкухте әйелдер саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қояды. Арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Самиаллаху лиман хамидах деп рүкухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд сөз айтылады. Сәжде. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барғанда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде Субхана раби аала, Субхана раби аала, Субхана раби аала деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұштарымен жер тірейді. 2 сәжде арасында отырыс. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұдан соң Аллаху акбар деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раби аала, Субхана раби аала, Субхана раби аала деп 3 мәрте тәсбих айтады.
Екінші рәкат. Сәждеден тұрғанда алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып, Аллаху Акбар деп қиямға барады. Қиямда кезегімен төмендегілер оқылады. Бисмиллах, Фатиха, Құраннан бір сүре немесе ең азы 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин, ияка нa'буду ва ияка настаин, ихдина сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валаддалин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Бұдан кейін бірінші рәкаттағы секілді рукух пен сәжде жасалады. Екінші сәждеден кейін Аллаху Акбар деп екі сәжде арасында отырғандай соңғы отырысқа отырады. Соңғы отырыс. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. Ат-тахият. Ат-тахияту лиллахи ва салавату ва тайбат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахметуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва ала ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулаллах. Одан кейін Аллаху масали оқылады. Аллаху масали ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад камма салайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидум мажид. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад камма баракта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидум мажид. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Дұғаларын оқып болған соң ассаламу алейкум ва рахметуллах деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша ассаламу алейкум ва рахметуллах деп сол жағына сәлем беріп намазын тәмамдайды. Назарларыңызға рахмет.